Сәлеметсіздер ме? Мен Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжінің оқытушысы Оразхан Назым Төлепбергенова. Пән атауы балалардың күн тәртібін ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған шығармашылық білім беру саласының базалық мазмұны. Сабақтың мақсаты балабақшадағы шығармашылық технологиясының мақсаты мен білім беру саласының базалық мазмұны туралы түсінік беру. Шығармашылық білім беру саласының базалық мазмұны сурет салу, мүсіндеу, аппликация, музыка ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге асады. Біз бүгінгі сабақта 4 жастағы, яғни ересектер тобындағы бірінші жарты жылдықтағы сурет салу, мүсіндеу, аппликация оқу қызметін қарастыратын боламыз. Жалпы шығармашылық білім беру саласының мақсаты инновациялық әдістер мен технологияларды қолданып, шығармашылық дағдыларды эстетикалық талғамды дамыту және қалыптастыру болып табылады. Міндеттері сезімдік, эмоциялық қасиеттері мен эстетикалық талғамды, бейнелеу дағдылары мен музыкалық білімдерді қалыптастыру, шығармашылық ойлау мен қиялды дамыту, қарапайым заттар, құбылыстар, ертегі кейіпкерлерін бейнелеуде біліктер мен дағдыларды қалыптастыру, пішінді, түсті заттардың орналасуын білуге үйрету, қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдауға үйрету, өз ойын айтуға және шығармашылық қабілеттерін дамытуға сұраныстарын қанағаттандыру, өзінің жұмыстарын және басқа балалардың жұмыстарын бағалауды үйрету. Сурет салу. Сәндік сурет салу, заттық сурет салу, сюжеттік сурет салу болады. Заттық сурет салу балалардың дербес тәжірибелік әрекеттерімен байланысты эстетикалық қабылдауын дамыту. Бояулармен, қарындаштармен, борлармен дәстүрлі және дәстүрден тыс тәсілдермен сурет салудың техникасын жетілдіру. Әртүрлі бағыттағы тура сызықтар мен олардың қиылысын жүргізе білуді үйрету. Дағдыларын қалыптастыру, көкөністер мен жемістер, ыдыстар, ойыншықтар, жануарларды бейнелеу, дөңгелек пішінді заттарды салу, техникалық дағдылар мен біліктіліктерді игеру. Сюжеттік сурет салу. Заттарды қағаз бетіне тұтастай орналастыра отырып, мазмұнды композиция салу дағдыларын дамыту. Ағаштар мен жануарларды олардың ерекшеліктерін ескере отырып салуға үйрету. Қоршаған ортаның әсемдігіне, өнер туындыларына, тұрмыстық заттарға, қазақ және басқа халықтарының ойыншықтарына эмоционалды эстетикалық талғам дағдыларын қалыптастыру. Қарапайым табиғат құбылыстарын, ертегі кейіпкерлерін бейнелеуге машықтандыру. Сәндік сурет салу, дағдыларды қалыптастыру. Қазақ халқының және басқа халықтардың сәнді қолданбалы өнер шығармаларымен таныстыру барысында эстетикалық қабылдауын дамыту. Элементтердің пішінін, реттілігін, олардың арасындағы қашықтықты ескере отырып, жазықтықта оюларды орналастыру. Қазақ оюларының кейбір элементтерін салу. Элементтердің реттілігін, олардың арасындағы қашықтықты сақтау. Күтілетін нәтижелер. Сурет салу техникасын игерген, үлгі бойынша пішіннің пропорциясын ескере отырып сурет салады. Көкөністер, жемістерді, ыдыстарды, ойыншықтарды, жануарлардың суреттерін салады. Қазақ оюының бөліктерін туралы ұғымдарға ие болады, өзінің жұмыстарын және басқа балалардың жұмыстарын бағалай алады. Келесі мүсіндеу. Мүсіндеуде бізде заттық мүсіндеу, сюжеттік мүсіндеу және сәндік мүсіндеу болады. Заттық мүсіндеу. Ермек саздың, сазбалшықтың, қамырдың кесектерінен мүсіндеу дағдыларын қалыптастыру. Түрлі тәсілдерді қолданып бейнелеу. Түрлі пішіндегі таныс заттарды және өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, үлгісі мен елестетуі бойынша көлемін, пропорцияларды сақтап, саусақ пен алақан қозғалыстарын пайдалана отырып, екі бөліктен тұратын заттарды, адам пішінін, заттардың толық пішіні алынғанға дейін, немесе жайылған пішіннің жиектері иілгенге дейін сығымдау. Сюжеттік мүсіндеу балалардың көлемді пішіндер мен қарапайым композицияларды мүсіндеуге қызығушылығын тәрбиелеу. Сәндік мүсіндеу балаларды тұрмыстық заттар мен бейнелі ойыншықтарды мүсіндеуге қызығушылығын арттыру,
ұлттық ойыншықтар туралы білімдерін кеңейту, халық шығармашылығының желісі бойынша бейнелер жасау, балаларды халық шеберлерінің еңбектерімен таныстыру, халық бұйымдарының желісі бойынша ыдыстарды мүсіндеуге үйрету, кескішті қолдануды таныстыру, кескіштің көмегімен жасалған бұйымды безендіруге тырысуын ынталандыру, ұқыпты мүсіндеу әдістерін бекіту. Күтілетін нәтижелер: түрлі пішіндегі және көлемдегі таныс заттардың түрлі тәсілдерді қолданып мүсіндей алады. Адамның пішінін, дене бөліктерін, бас, кеуде, қолдарын, аяқтарын мүсіндейді. Халық шығармашылығының желісі бойынша тұрмыстық заттар мен ойыншықтардың бейнелерін мүсіндеуге қызығушылық танытады. Кескішпен түрлі безендірулер жасайды. Келесі ол бізде аппликация. Аппликация бізде сәндік аппликация, заттық аппликация және сюжеттік аппликация болады. Заттық аппликация қайшыны дұрыс ұстау және пайдалана білуді қалыптастыру, түзу сызықпен алдымен қысқа, содан соң ұзын жолақтарды қиюды үйрету. Текшеден дөңгелек пішін, тікбұрыштан бұрыштарын бүктеу арқылы сопақ пішінін қиюға үйрету. Ересектердің көмегімен бөліктерді желімдеуге үйрету, желімді сүлгіні қолдануды үйрету. Сюжеттік аппликация барынша күрделі заттарды, жануарлар пішінін бейнелеу, заттарды қағаз бетіне орналастыру дағдыларын қалыптастыру. Композицияны құрастыру кезінде заттар мен нысандардың көлемі бойынша ара қатынасын ескеру. Дөңгелектерді және сопақша пішіндерді қию дағдыларын жетілдіру. Тар жолақтарды көлденеңінен қию, шаршыдағы бұрыштарды қиюды бекіту. Сәндік аппликация геометриялық пішіндерді, ою-өрнектерді және жолақтағы өсімдік өрнектерін халықтық өнер түрлері бойынша бірізділігін ескере отырып құрастыру дағдыларын қалыптастыру. Қазақ халқының сәндік қолданбалы өнерімен таныстыру. Күтілетін нәтижелер: қайшыны дұрыс ұстайды және пайдаланады, қысқа және ұзын жолақтарды, дөңгелек пішіндерді қияды, жеке бөліктерді жапсырады, желімді сүлгіні қолдана алады, композиция құрайды және жолаққа геометриялық пішіндер мен өсімдік өрнектерінен өрнектер жасай алады. Үйге тапсырма: 4 жастағы балаларға арналған шығармашылық білім беру саласының базалық мазмұнына талдау жүргізу. Яғни біз бүгін бірінші жартыжылдыққа талдау жүргізсек, үйге тапсырма дәл осылай екінші жартыжылдықтағы жұмыстарға талдау жүргізу. Қолданылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.